Bizde shopping ya bugün ya. Shopping oldu bizde. Shopping жасап келдік. Керек заттардың бәрін алдық. Трико деді, кофта деді. Аналам деді. Аналам деді. Ал, құрметті достар, тағы да айта кететін бір жағдай, жақсы жеңілдіктер бар. Жарнама жасатам десеңіздер, онда хабарлассаңыздар болады. Жарнама жасауға біз ашықпыз. Әрдайым Қарағанды, Астана, жалпы осы орталық болатын болса, өзім барып жасай аламын. Өзімнің келіп кетуіме мүмкіндіктер бар. Сондықтан хабарлассаңыздар болады. Тағы да қайталап айта кетейін. Осы 2-3 күнде жақсы жеңілдіктер бар. Қайырлы кеш барлықтарыңызға, қалайсыздар? Біз бүгін детский базарға бара жатырмыз. Клиенттерге киім емес, енді өзіміздің баламызға да, 2 баламызға киім алайын деп жатырмыз. Көз деген енді нереально ісіп кетті. Сол үшін очки киіп жүрем. Түн болса да кием бүгін. Боянбадым ешқандай да. Жуынып, шашымды кептірмей шыға салдым. Дала ондай қатты суық емес, жылы әдем болып тұр. Бірақ кеште өте салқын болады. Сол үшін безір көпке киіп алдым сыртынан. Ертеміз кеп тұр міне. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Шырайлы Шымқалаға аман есен жеттік. Қасында Пернехан деген жігіт бар. Машинасы келді бүгін. Шымкенттеміз ағайын, бүгін Шымкентте қойдамыз Аллахымызда. Аман есен жеттік Шымкентке, ең басты Аллаға шүкір. Аман есен жетіп. Через 500 метров. Қалайсыңдар? Кешегі Ізбасар мен Әселдің туған күнінен кейін тірі қалған адамдар бар ма? Барлықтарыңызға бір сәлем, аман болыңыздар. Мен Алматыдамын әлі. Шашқа жазыламыз келесі аптаға. Астана қаласы тоже жазыламыз. Мен жаңа кілемге келіп айтқам ғой. Менде бала бар, ойсыз тастайды, бәрін білдіреді, маған темне кілем керек деп. Сосын ойланып отырды да, сізде неше бала бар дейді. Сосын айтқам ғой, 2 бар, бірақ біреу үлкен, ол уже студент, екіншісі кішкентай, 2 десем, ойбай, сонда сіз 5 бала бар. Кіре салып, қара кілем беріңізші деп айтады шығарсыз дейді. Достар, болады ғой, мысалға бір кілем ұнап тұр да, бірақ чуть-чуть үлкен сияқты, или болмаса мына жақта дорожкалар таңдаған кезде де кесіп, мына жақта сразу сіздерге тігіп береді. Бір темде. Бұндай негізі көп жерлерде бола бермейді. Сразу сол жерде тігіп береді, қысқартып береді, а если там гүлі анау жоқ болатын болса да. И мына кілем тоже күшті. Красота. Мен жаңа мынаны қалай жерге төсеп қояды деп ойлап жатсам, Айгүлге айтады, оны жерге төсемейсіз ғой, іліп қоятын ғой деп. Соған күліп жатыр, ой Алла, қақтан білейін деп. Бұрын біздің кезімізде осылай іліп қоятын еді. Жаль, что ол кезде осындай кілемдер болмады. Енді красота екен.